Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметкерлері және жол патруль полиция қызметкерлерімен бірлесіп қала көшелерінде арнайы автокөлікке жол бер акциясы жүргізілді. Басты мақсаты өрт сөндіру автокөліктермен болатын жол көлік оқиғаларын алдын алу. Автожолдарда өрт сөндіру машиналарын жиі көруге болады. Олар жарық сигналдары мен дыбыстық сигналдар қосылған кезде оқиға орнына асығады. Адамдардың өмірі мен денсаулығы, сондай-ақ мүліктің сақталуы олардың өрт орнына қаншалықты тез келетініне тікелей байланысты. Әрбір шалынған қоңырау біреудің мұңы, уайымы, қайғысы. Осындай төтенше жағдайға асыққан арнайы техникаларға жол бойында әртүрлі кедергілер жолығады. Соның бірі автокөлік жүргізушілері. Жүргізушілер сыпайылық танытып, арнайы автокөліктерге жол берсе, шақырту орнына тез жетіп, қайғылы жағдайдың немесе үлкен шығынның алдын алуға болады. Қала көлемінде орын алған төтенше жағдайлар мен өрттерді жоюға жедел әрекет етуге, өрттер мен автокөліктердің уақытылы оқиға орнына жету мақсатында арнайы автокөліктерге жол беру акциясы ұйымдастырылуда. Жеке автокөлік жүргізушілерінің арнайы өрт сөндіру автомобильдерінде жол беру арқылы төтенше жағдай орнына уақытылы жетіп, адам өмірін мемлекеттік материалдық құндылықтарды құтқаруға септігін тигізетіні анық. Іс-шараға сәйкес жол көлік апаттарын болдырмауға, олардың орын алуға, жүргізуші құрамы мен жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтау бойынша қосымша сабақтар өткізіліп ұйымдастырылуда. Бүгінгі іс-шара бойынша жүргізушілерді түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, арнайы автокөліктерге жол бермеген жүргізуші қызметкерлерге әкімшілік шаралары қолданылды. Акция барысында басқа автокөліктердің жүргізушілері арнайы автокөліктердің дыбыстық сигналдарын елемегендігі анықталды. Полиция қызметкерлері жүргізушілермен түсіндіру әңгімесін жүргізді. Олар өз кезегінде алдағы уақытта арнайы көліктерді өткізуге уәде берді. Мұндай рейдтер алдағы уақытта жалғасатын болады. Аружан Бейсенбаева, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.